Krek жасайын тым боламыз. Сенің маған тәңірдің өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрегім бірге жылаған. Бір сәт өзіңді көрмесем жарығым, жүрегім менің кеудеме сыймаған. Сенің маған тәңірдің өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрегім бірге жылаған. Бір сәт өзіңді көрмесем жарығым, жүрегім менің кеудеме сыймаған. Бізде лужник сындырып алдық, 26-та болды. Ал енді біз бұл таспен темір келка жасайтын боламыз. Бірінші палка жасап аламыз, содан кейін келка міне қылыш балта бар еді бізде, бірақ бола берсін. Болды. Ренжімеңіздер. Ал енді біз үй жасайтынбыз ағаштан. Енді өте қатты дәу жасамаймыз. Үйтіп әйтеуір үйді де жасадық. Әртүрлі кірпіштермен. Қазір бізде не бар еді ол? Факел, артық екі факел. Ішіне орнататын боламыз. Мұнда сиыр жүр екен. Бұны өлтіріп етін алып аламыз. Екі болды. Ал енді емізге кірейік. Олар сындырып. Бұл лужник қояйық жерге. Достар, міне әйтеуір төсеп шықтық. Енді мұнаны үйдің ішіне қоямыз. Достар, неге даусым онша шықпай тұр десеңіздер, бәрі ұйықтап қалды. Сондықтан да даусым шықпай тұр. Ал енді сиырларды өлтіріп ет алып аламыз. Мұнда екі қой бар екен. Өлтіріп төсек жасап алайық. Еті тегіп керек болар. Опа. Ойбай, суға түсіп кеттім. Бұзауға тиіспей қояйын. Төсекке қанша қойдың терісі керек екен көріп алайық. Ренжімеңіздер достар, менде қатып қалды. Білмеймін үшін екен. Бізге бір тері жетіспей тұр. Тауықтар таласалайық, шекеш батты. Міне бір қой. Нантта сындырып алайық, жаңа тақтай жетпей тұр деген. Осы жеті қалар, тез үйге барайық, зомбилар шықпай тұрғанда. Ё-мойо, қарным аш кетті. Кішкене болсын тойды.